жатса да заман өтіп көшіп керуен, халықпыз тек адалдан несіптерген. Бірлік болса тірлігің оңат деген бабамның бір нақылын есіткенмен. Биылғы қыс алапат түлей болып қорқып едім көктемін кешіккеннен. Қорқатындай болды ғой көрдіңіздер қаншама су тасыды нешек белден. Әйгілі Қарағанды оқиғасы тауқыметін көргендер шошып келген. Алланың сынағы боп тасыған су үйге кірді терезе есіктерден. Жазықсыз зареңіреп ауыл жұрты жүрді ғой қардың суын кешіп белден. Осылар азап шегіп жатқан кезде қалған жоқ рухың өліп өшіп кеуден. Қаншамадан көмекпен қолын созды қайғыға кеуделерін тосып берген. Кейбіреу қалтасынан ақша беріп, кейбіреу ыдыс аяқ қосып берген. Имамдар уағыз айтып жамағатқа садақа ағылды ғой мешіттерден. Бұның бәрін жасаған сіздер, әрқашан мақтанамын осы ұлтпен мен. Бауыры азап шегіп жатқан кезде бауырына етінен ет кесіп берген. Өзі тоқ боп көршісі аш жатқандар бізден емес деген хадис есіткеннен. Елшісіне бағынып бір Алланың көршісіне киімін шешіп берген. Әгейгәгім, әгейгәгім. Қазағым өлең айт деп сұрағасын, немді аяйын жырымды құрағасын. Ертегің мәнді деген ұрпағыңмен қазақтың тыңдап өскем ғұламасын. Бірақ бүгін тағдыры ұрпағыңның алаңдатар жай боп тұр бұда басым. Педофилдер көбейді деген сөзді естейтін болып кетті күн арашын. Жас бала жеткіншекті зорлап қинап артынан өлтіруде жылағасын. Қайсысын айтам қаптап жүр Қазақстанда балаға жендет болған дүбәрасым. Көп жылға қамау керек деген заңды оларың пысқырмайды бұдарасым. Жақында тағы да бір заң шығыпты, депутаттар қол қойып құбағасын. Піштіру керек депті ұсталғанды естігенде әрине күл аласың. Осыдан соң шынымен тыйылама қаншер жүрегінде күнә басым. Бұдан да қатал заңды енгізбей ме? Ақыры шара тауып сынағасын. Жазасын өлім қылса ұсталғанның барлығы алмас беді сыбағасын. Әйтпесе бұл түрімен тоқтамайды қылмыстың, қысқартса да кім арасын. Бүкіл қазақ қолға алсын осы жайды, түбінде пайда беріп қуанасың. Осы бастан жояйық бұл індетті, сәбилер жасын төгіп жыламасын. Ұрпақтарын көз жұмып жатқан кезде көз жұмып қарап отпа ұлалашым. Әгейгәгім, әгейгәгім. Көмекпен медет тілеп тағалладан, ақын едім халыққа ән арнаған. Астана гүлдей жайнап күннен күнге жанар оттай болып алаулаған. Бірақ та жан жағында ауылдар көп қазығын әлі күнге қағалмаған. Талапкер қар өткелмен қоянды бар қосшыны да жөн болар хабарлаған. Дәл қазір осыларды көрсеңіздер тұрмақты гүл ялады қарау қадам. Қояндыға көшіп кеп Ханшы Оралман тұрарға бір жер сатып ала алмаған. Сатып алса құжаты дұрыс болмай салатын үйлерінде сала алмаған. Көшеден тасып ішіп қара суды жарығында жарытып жаға алмаған. Жаңбырмен еріген қар батпақ болып балалар мектебіне бара алмаған. Адам түгіл көлікте жүре алмайтын жолдары шұрық тесік жаман-жаман. Мен осыны таңғалам қарап тұрып, жыртықтары сонда да жамалмаған. Бүйірі Астанаға тиіп тұрып көмекті де жарытып ала алмаған. Хан сарайы тұрса да дәл жанында, жан сарайын жер көктен таба алмаған. Әгейгәгім.